Пияздан шашқа арналған неше түрлі маскалар жасауға болады. Соның ең оңайы пияздың қабығынан жасалатыны. Қалай дайындаймыз? 3 пияздың қабығын аласыз, жуып тазалап алып ыдысқа саласыз. Үстіне жарты шай қасық қалампыр салыңыз. 1 литр су құясыз. Су өлшеуге өзім 1 литрлік судың бутылкасын пайдаландым. Отқа қойып 15 минуттай баяу қайнатасыз. Пияздың суы шай сияқты болып қызарып шығады. Дайын болғаннан кейін суытып қою керек. Ыстық күйінде пайдаланып басыңызды күйдіріп жүрмеңіз. Салқындағаннан кейін бөлек ыдысқа сүзіп құйып аласыз. Маған мына бутылкаға сүзгімен құю ыңғайсыз болғандықтан және оны құйып отыратын тағы бір адам болмағандықтан мен сүзгі пайдаланбадым, бірақ сүзгі пайдаланғаныңыз абзал. Қалай пайдаланамыз? Пайдаланудың 2 жолы бар. Біріншісі спрейге құйып, шаштың түбінен ұшына дейін себу. Екіншісі, шашым ұзын және шашу ыңғайсыз болғандықтан және жалқаулығымда болғандықтан кез келген масканы мына видеодағыдай басыма құя саламын. Мен үшін осылай ыңғайлы. 1 сағат өткен соң шампунмен жуасыз. Кез келген маскадан кейін шампунмен жуған соң бальзам немесе кондиционер қолдана аласыз. Пияздың қабығынан және қалампырдан дайындалатын бұл масканың шикі пияз суынан ерекшелігі басыңыздан жағымсыз иіс шығармауында. Қандай пайдасы бар? Ең бастысы шаш түбірлерін нығайтып, шаштың түсуін азайтуға көмектеседі. Қабынуға қарсы қасиеттері бас терісінің тітіркенуін азайтып, саулығын сақтауға әсер етеді. Шатасуын жазып, жылтырлық береді. Аптасына 1 не 2 рет пайдаланыңыз. Қалған масканың суын бутылкаға құйып, холодильникте сақтап қоюға болады. Сөйтіп келесі бас жуған кезде пайдалана аласыз.